Интернетке сымсыз қосылу өміріміздің ажырамас бөлігі. Үйде, жұмыста, сауда орындарында, оқу ордаларында барлық жерде Wi-Fi бар. Тек менде жоқ сияқты. Ой, мына көршілер құпия сөзін өзгертіп тастаған ба? Бір қызығы, осы Wi-Fi-ға қосыламын деп көршілердің атын біліп алдым. Мәселен, анау екінші қабатта Айгүл тұрады, ал үшінші қабатта Мақсат тұрады. Бір қызығы, мен екінші қабатта тұрған Айгүлдің Wi-Fi-на емес, үшінші қабатта тұратын Мақсаттың Wi-Fi-на қосамын. Мақсат құпия сөз қандай еді? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маған Wi-Fi беріңдерші. Wi-Fi терминнің мағынасын білесіз бе? Wireless fidelity, демек сымсыз дәлдік дегенді білдіреді. Ол ең алғаш 1991 жылы Нидерландыда жасалған. Ал маған Wi-Fi керек. Wi-Fi! Білесіз бе, әлем бойынша үздік Wi-Fi желісі бар ел Литва. Одан кейінгі орында Эстония, Сингапур, Швейцария, Нидерланды, Ұлыбритания, Дания, Ирландия, Бельгия, ал ондықта аяқтайтын Румыния екен. Wi-Fi-ға қосылып, ғаламтордың шексіз әлеміне оңай кіресіз. Қолжетімді ақпарат, жедел жаңалықтарды лезде табасыз. Әрине тамаша. Дегенмен таяқтың екі ұшы бар дегенді ұмытпаған жөн. Электромагниттік толқындар мен олардың миға әсері жайлы естіп жүрміз. Бірнеше ғылыми тәжірибелердің нәтижесі бойынша Wi-Fi мидың қан жолдарын тарылтады. Ал ол өз кезегінде бас ауруының пайда болуына ықпал етеді екен. Әрине, Wi-Fi-сыз 21 ғасырда өмір сүру мүмкін емес. Дегенмен зиянын төмендетудің жолдарын қарастырған жөн. Мәселен, Wi-Fi-ды қажетсіз уақытта өшіріп қойыңыз. Роутер ас үйде, балалар бөлмесінде немесе жатын бөлмеде болса, оны басқа жаққа қойыңыз. Сымсыз желінің денсаулығыңызға тигізер әсерін азайту үшін көбірек таза ауада болуы маңызды. Бас ауруы, алаңғасарлық, ұйқысыздық сынды жағымсыз күйге себеп болатын осы технологиялардың әсері болуы мүмкін.